кәдімгі барыңыз үйде түсіріп жатырмыз. Достар, бүгінгі видеода біз жүгітпен, яғни резинкамен дене шағырланатын жаттығуларды сіздерге көрсететін боламыз. Достар, видео бастамас бұрын мықты жігерген арнаға тіркеліп кетейік. Ол арнада сіздер дене шағырланатын жақсы жаттығулар таба аласыздар. Ал біз видеомыз бастаймыз. Достар, бірінші жаттығу арқа бұлшықеттеріне арналған жаттығу резинкамен орындалады. Бұлай болады. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай бұл жаттығу арқа бұлшықеттеріне арналған жаттығу. 4 подход оңынан істесеңіздер болады. Достар, екінші жаттығу трицепс бұлшықетіне арналған жаттығу. Бұлай болады. Достар, бұл жаттығу трицепс бұлшықеттеріңізді дамытады. Видеодағыдай істеңіздер. Dostlar, üçüncü jаттығу кеуде бұлшықеттеріңізге арналған жаттығу. Бұлай болады. Бұл жаттығу кеуде бұлшықетінің астыңғы бөлігіне арналған жаттығу. Dostlar, 4. жаттығу ажымай жасаймыз, 15-ін жасайтын боламыз. Бұлай, не болады. Достар, ажымай жасағанда денеңіз тік тұру керек. Видеодағыдай. Бұл жаттығуда сіздің трицепс бұлшықетіңіз және кеудеңіз және иығыңыз жұмыс жасайды. Dostlar, 5. jаттығу бицепс бұлшықетіне арналған жаттығу. Аяқ шығарады. Алып шығарсын. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай жаттығуды қолды қозғалтпай жасау керек. Бұл жаттығуда бицепсіңізді кәдімгідей сезесіз. Бұл жаттығу иық бұлшықеттеріңізге арналған жаттығу, яғни қолды көтеріп қайттан түсіру. Достар, 7. жаттығу плечи мен брахилеске арналған жаттығу. Бұлай болады. Достар, бұл жаттығуда сіздердің брахилес мышцаңыз және плечи мышцаңыз жұмыс жасайды. Асықпай 4 подход оннан жасасаңыздар болады. Достар, бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Каналға жазып, колокольчик басып кетеміз. Келесі видеода кездескенше.